Nazarov is the world champion. Ертеден келе жатқан спорт түрінің бірі қол күресі. Әлемдік спорт тілінде оны арм рестлинг деп атайды. Осы спорт түрінде Азияны ғана емес, бүкіл әлемді бағындырып жүрген Ораз Басаровпен сұхбат. Бір 1998 жылы Ұлан ауданы Привольный ауылында дүниеге келгем. Енді карантин уақытында жайге жатқан жоқпыз. Форманы сақтау үшін үйде де кішкене тренировка жасадық. Турник, андай, отжимания, гирмен, гантельмен жұмыс істедік. Өйткені көбінесе енді түк істемесе де болмайды. Өйткені форманы жоғалтады адам. Ол қайтадан формаға кіру үшін ол көп уақыт керек, көп тренировка керек. Сол үшін ақырын-ақырындап тренировка үйде де жасадық. Осы қол күреске мен 12 жасымда келгем, 14 жасымда келгем. Ең алғаш бауырым апарған, мен туған бауырым Самат деген. Маған жай жүріп көрейік деген, осы қол күрестіріп ауылда. Және содан бізді мен тренерім, жаттықтырушым Валиев Ерлан Александрович қабілет көрді, қабілетімді. Және арғы жарыстарға мені дайындап, осылай ақырын-ақырындап бірінші облысқа шығарып, содан Қазақстан чемпионатына, ары қарай кете берді Азия мен әлем чемпионатына. Нақты енді себебі жоқ, негізі. Жай көрейін деп, басында енді жас кезім неше түр спортпен айналыстым. Футболда ойнадық, хоккейда ойнадым. Бірақ осы спортқа кеп, осы спорт қатты ұнап қалды өзі. Ең бірінші медалім облыс чемпионатында. Сосын қалып қойдым осы спортта. Мені өз жаттықтырушыларым біріншіден, және енді қалай десек, фанат, мысалы, әрбір спортшының фанаттары бар. Менің фанатым енді біріншіден ол менің тренерім Ерлан Валиев. Және мысалы Ресей спортшысы бар, мысалы, Арсен Илиев деген. Сондай енді спортшылар сияқты болғым келген. Әлем чемпионатының жеңімпазы неше дүркін. Өте қатты енді титулованный спортсмен деуге болады. Сол сияқты спортсмен болғым келеді мен де. Бізде де, мысалы, менен басқа да неше түрлі спортшы бар бізде. Ұлан ауданынан, Ридер қаласынан, Тарбағатай ауданынан әлем чемпиондары бар. Шығыс Қазақстан, мысалы, енді Қазақстанда алатын болсақ, Қазақстанда где-то примерно 4-ші орында, мысалы, Шығыс Қазақстан облысы. Мысалы, әлем чемпионатында неше түрлі спортсмендер бар. Осы Шығыстан. Шымкент жақ 1-ші орында олар. Тараз бар, Алматы бар. Өйткені мен ойлаймын, адам саны өте көп оларда. Содан спортшылар көп болғандықтан. Бәрі жетістет, бізде, мысалы, стипендия төленеді спортшыларға. Көмек, мысалы, жарыстарға апарат, бәрін төлейді енді. Қазақстан 10 дүркін чемпионын, Азияның 10 дүркін чемпионын, және әлемнің 6 дүркін чемпионын. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберім. Оның алдында еңбек сіңірген заслуженный мастер спорта дейді. Ең биіктігі сол енді қол күресте. Қол күресте ғана емес, енді барлық спорттарда солай, заслуженный мастер спорта. Енді сол ол үшін оған тағы бір әлем чемпионатын толу керек. Үлкендер арасында. Соған дайындалып жатырмыз ақырындап. 1 сентябрьде болатын болған. Бірақ қазір әлі айтқан жоқ нақтысын. Иә, әрине болды. Жеңістер ғана емес. Енді мысалы, әлем чемпионатын алатын болсақ, 2017-те мен 2-ші орын алып қалдым. Мысалы, қол күресте негізі основной
дегенде екі тәсілі бар. Ол мысалы борьба вверх дейді, және борьба в бицепс дейді. Вверх деген немен қолданамын, вверх деген тәсілін. Өйткені оңай. Ол мысалы захват ұстаған кезде, мысалы мен кисті ашуым керекпін, басқа спортшының киспен саусағын ашқан кезде оңай болады, басқанға жоқ. Допинг енді бізде өйткені себебі допинг Қазақстан чемпионатында алады, допинг тесттер тапсырамыз, және әлем чемпионаттарында болады допинг тест. Допинг алып көрмеппін мен. Алшуды бағындыр деген программа өтті. Бутылкамен отжимания жасадық жерден. Сол мен 52 рет отжимания жасадым. Қиындығы бутылканы жерге қоямыз. Киіз қатты болу керек мысалы адамда. Және де мысалы спортта трицепс деген бар. Бұл жерде. Сол қатты жұмыс істеу керек. Қатысушылар өте көп болды. Біздің шығыстан білмеймін неше нақтысын. Бірақ көп болды. Привольный ауылында мешіт сала бастадық. Ол былтырғы жылы фундаменті қойылды. Енді қазір барлық ауыл енді бос жатыр. Идеяны бастаған енді сол ауылдастарым. Қазіргі енді кезде стендерді көтере бастайды. Кірпіштен. Осы бірінші иіннен бастап. Құдай қаласа. Оланда жұмыс істеймін өзім тренер болып. Енді жастарға айтатын қол күреске келсін. Өйткені өте жақсы спорт түрі. Мысалы, неше түрлі студенттерге стипендия төленеді, бәрі жағдай жасалады. Және де өте қызықты спорт түрі, былай қараса. Оңай деп айта алмаймын енді, бірақ өте қызық. Любой жаста енді қол күрестіреді ғой адам. 70 жасқа дейін қол күрестіретін адамдар да бар бізде. Барлығын шақырам адамдарды. Енді мешіт салуға үлкен сауап қой адамға. Болсатын адамдар болса, келіп осындай көмектесуге әрқашан жолымыз ашық.